Енді мысалы Алла Тағала саған проблема беріп тұр. Сұрақ, сен неге ол проблеманы қабылдағың келмейді? Жинаған ақшасы жоқ. Ақшам қайда кетіп жатыр деп сұрақ қояды, өзінше бір анау CoinKeeper деген сияқты нәрселерге, Monify дегендерге барып есептейді расходтарын, күніге соң 15 минут уақытын арнайды ше, баймайды. Ар жақ ұрсады, немесе жертва құрастырады, жаңағыдай ренішке салады, типа мен қиналып жатырмын, сен мені ойламайсың. Бірақ оны мойындамайды да, көмектескен не міндет болып жатсың ба не, сондағысы бүйткен осақ қой деген сияқты әңгімелер айтады да. Мысалы адам ақша тапты дейік, ол берді, екеуі де бақытты. Вообще проблема жоқ. Бірақ бермегісі келген кезде алғысы келетін адамдар бар ғой, түсіңіз ба? Осы проблема ғой. Және сол душевный страдание дейді орысша. Ішкі бір адамға жаман хал береді. Өзін бір мал сияқты сезінеді адам ше. Бір сен туысқаның болады, постоянно сенен қарыз сұрай береді. Сен ақша беріп, оның проблеманы шешпейсің. Өзіңнің жақын адамыңды өзінің өміріндегі проблемамен хотя бы 15 минутқа жеке қалдырсай, араласа бермей. Аналар төлемді кешіктіріп қалды да, клиент отказ беріп қалды да, бәрі кінәлі. Бұл идеальный тақуа. Сен және көмектеспеген үшін кінәлісің. Досына кредит алып беретін адамдар бар. Сол вообще мен фантастик. Өзінде ақша жоқ. Там, не знаю, бір 100 мың 50 мың теңгесі бар. Дос айтады, мысалы, там маған 500 мың теңге керек болып тұр. Мысалы, мен бір тауып берші. Қораға кірдім. Или бүйтеді ғой былай. Ең ключевой сөз мынандай. Саған бір просьба болып тұр. И тұрады да, ана адам тұрып. Алдыңғы жолы Ислам мырзамен подкаст түсіріп, жақсы просмотр жинап, 400-500-ден астам адам разборға жазылып үлгермей қалып, сондай ситуациялар болды. Исеке бір өзіңіз таныстырып өтсеңіз, жаңа аудитория көріп отыруы мүмкін. Жақсы. Есімім Ислам, жасым 26-та, Алматы қаласында тұрамын. Келіншегім бар, бір жасар балам бар. Кәсіпкермін, блогермін, анда-санда инвестормын. Жалпы осы. Бүгінгі тақырып ақша, жалпы мышление, бай болғың келсе өміріңді өзгерт деген офермен шықтық. Осыны жалғастырамыз. Өткенде Исеке сөйлесіп отырған кезде жалпы адамдарды 3 типке бөлдік. Именно ол подкастта емес, екеуміз сөйлескен кезде. Иә, екеуміз сөйлесіп жатқан кезде, иә. И сол адамдардың ойлаудағы қателіктері, олармен кездесетін проблемаларды біз жалпы былай анықтадық. Сол туралы қазір енді подкастқа шығарсақ. Давайте. А типті, Б типті, С типті дедім. Сізге келетін адамдарды сіз бөлдіңіз, дұрыс па? Және бұл осы моментте бір атап өтейінші. Алдыңғы выпускта көп адам жазды. Ислам, сен кітабының атын айтасың ба? Дайректке де 100 шақты адам жазды. Кітап қандай, сатып алайық деп едік, сатып алдық. Ол кітаптың аты мынадай. Теория Каст RLA, Алекс Кролл дейді. Мынайдан шығатын шығар ол кітап. Енді ол кітапта бір чудодейственный, қазір оқимын да мен байып кетемін, өмірім өзгеріп кете салады деген ондай бір сенім болмасын, фанатичный. Просто барып оқыңыз. Мен ойымша ол оқу керек және пайдалы бір кітаптардың бірі. Просто сұраған адамдарға жаңағыдай жазып үлгермей қалған болсам, ол білгісі келіп, бірақ біле алмай қалған болса, мінекей осы кітап Меломанда, по-моему, басқа жерлерде сатылады. Бастасақ, 3 типті адамда. Енді 3 тип дегенде бірінші нәрсені атап өту керек. Ол 3 тип деген ақиқат емес. Біз өзімізше бір сондай құрастырдық, бірақ ол дегеніміз ол на самом деле солай деген сөз емес, ол мен байқаған нәрсем. 3 тип дегеніміз қалай? Енді кез келген бизнеста АБЦ анализ деп айтылады. АБЦ анализ дегеніміз қай товар немесе қай зат, қай услуга көбірек сатылып жатыр деген сөз. Ол матрица продуктов деп айтылады. Анализ продуктов. Ал мен айтқаным анализ клиентов. АБЦ клиенттер бар деп ойлаймын. Даже Д клиент бар, X клиент деген болады. Енді А клиент дегеніміз кім? Желанный клиент, қалтасында ақшасы бар, теплый, саған төлеуге дайын, и в общем с ним работать кайф. Сен бизнесіңді негізі осы клиент Аға арнадың. Бірақ клиент Б бар ішінде. Ол кім? Сен маркетингтің еңбегін жасайсың, ол клиенттің ниеті бар, потребності бар, бірақ ақшасы болмауы мүмкін. Аға толығырақ тоқталып өтсе, ол қанша табады, оның өміріндегі примерно проблемалар қандай, ол қалай ойланады ма? Иә, сіздің случайыңыз енді примерно ұқсайды ғой енді. Ол қандай болмен келді деген секілді. Енді ол адам примерно айына 1 миллионмен таза 3 миллионның арасын табады. Жеке кәсіпкер немесе ерекше бір қабілеті, дарындылығы бар фрилансер. Деп бір әдемі фото түсіреді, может күшті бір видео түсіреді, может осындай бір подкаст түсіреді деген сияқты. Сондай адам 1 миллион мен 3 миллион табысында. Өзінің услугасын сататын адам. Иә. Ешқандай кімге жұмыс жасамайды, просто желаниесі болса ақша тапқысы келсе жұмыс істейді, желаниесі болмаса істемейді деген сияқты. Сол 3 миллион примерно 10 000 долларға дейін ақша табады айына, таза. И сол адам көбінде проблемасы оның А әйелмен, Б бауырлармен. Тоқталып өтсек, әйелмен қандай проблема примерно? Енді мысалға екеуі үйленген кезінде, немесе күйеуімен үйленген кезінде екеуінде бірдей ойлау мышлениесі болған. Табысқа байланысты, ақшаға қатысты, инвестированиеге байланысты, бала тәрбиесіне қатысты, жұмысшы алу, алмау, айлық төлеу, төлемеу,
там пособие алу алмау, там грантқа тапсырмау деген сияқты бір позициялар болған. Бірақ сол супружеский параның біреуі енді оқиды, бір ортамен араласады и почему-то ақша көп тауып тастайды. Бұрынғыға қарағанда екі бірін пара-пар табатын еді, пара-пар өмір сүретін еді, пара-пар ойлайтын еді, қазір уже разрыв пайда болды. Сол кезде күйеуінде ма әйелінде ма или разница? Иногда күйеуінде болады, иногда әйелінде болады, әртүрлі. В общем, бір адам ақшалай алға қарай ұмтылады, өсе бастайды. Сол кезде жаңа партнері, әйелі немесе күйеуі екінші жақ, ол айта бастайды, типа сен өзгеріп кеттің, үйтіп істеме, сенің үйтіп істеген маған ұнамайды. Екі арасында кішігірім конфликттер немесе жанжал пайда болады. На фоне ақша. Типа мысалға әйел адамды айтатын болсақ, типа күйеу айта бастайды да, типа сен на самом деле ақша табуың парыз емес қой, сен балаға қарасай, осындай әңгіме айтады, бірақ өзің тапқан жетпейді, отбасы асырамай жатыр, как будто әйелі ерігіп жұмыс істеп жатқан сияқты бір солай көрсеткісі келеді да. Бірақ екеуі де қарызда условно, екеуі де бір әлі де баспанасы жоқ, там кредит төлеп жүр, бала шағаның садигіне қалай ақша төлеймін деп шырылдап жүр в общем. Бірақ екінші партнері дамығысы келмейді, немесе анау дамып жатқан партнердан провокация жасайды. Манипуляция, провокация, ренжіп қалады, ашуланады, қорқытады, ұялтады, сен ондай емессің, негізі екеуміз келіскенде былай еді ғой деген сияқты нәрселермен екінші адам тежейді дамып жатқан адамды. Бірінші проблема осы. Негізінде былай ойлаймын, жаңа алдында айтқанда саған өзіңнен артық жау жоқ, біріншісі. Екіншісі жаңа партнерің, әйелің, күйеуің немесе, екіншісі бауырларың, үшіншісі ата-анасы. Көбінде негізі ол ата-анасымен, күйеуімен, бауырларымен дұрыс түсінбей қалмасын, проблема жоқ. Проблема кәсіпкердің өзінде. Адамның өзінде. Адам өзінде. Сол адамдармен ол тіл қарым-қатынасын дұрыс орната алмай жүр. Былайша айтқанда манипулятивный игры дейді ғой, соның ішіне кіріп кетіп жатыр ғой ол. Кішкентай бала сияқты. И сөйтеді ол проблемадан шыға алмай қояды. На самом деле ол адамдардың саған жаман деген пиғылы жоқ, сен дұрыс тіл қарым-қатынас қалыптастыра алмай жатсың. Манипуляцияны бір түсіндіріп өтсеңіз қазақша тілмен. Енді манипуляцияның мың түрлісі бар. Мысалға келеді да, саған біреу келеді да, не дейді ғой, короче. Сен қорқып қаласың ғой. Условно. Или сескеніп қалдың. Болды, осы манипуляция. Келесі біреу айтады. Сен істеген келмейтін нәрсені манипуляция істеткізеді. Манипуляция жаман деген сөз емес. Манипуляция жақсы жаққа да істеуге болады. Мысалға кішкентай бала бар, ол тәтті жей береді. Сен тәтті жегенін қаламайсың. Сен ол баламен манипулировать етесің. Қалай тәтті жесең, балам тісің ауырып қалуы мүмкін, мен тісімді қара, мен брекетпен жүрмін. Сен осыны брекетпен ертең жүргің келмесе, сен лучше давай қазір тәтті жемей қой балам деп айту, ол да манипуляция. Сен қорқыту арқылы баланы жақсы нәрсеге шақырып жатсың. Сөйтіп тамақ жеген кезде актер болып, ай деп жаңағы өтірік келтіресің, чтобы ана бала, блин, оказывается, мен тәтті жесем, ертең осындай болады екен, лучше мен папам айтқанын тыңдай деген сияқты ой, ол да манипуляция. Просто сұрақ, манипуляцияны қай жаққа жасайды, және не үшін жасап жатыр. Осы нәрсені адам түсінсе, уже сен ол манипуляцияға берілмейсің, сен ол адам былайша айтқанда мазалай алмайды. Сен ұйықтап жатсың дейікші, шыбын дей береді да. И сен енді фокусыңды басқа жаққа салсаң, ойға кіріп кетсең, шыбын дызылдап жатыр ма, үстіңде отыр ма, басында отыр ма, сен сезбейсің ғой. Бірақ шыбынға фокус бөрсең, сен уже басқа нәрсе ойлай алмайсың да. Дәл сол секілді. Анау ойындардан шыға алмай қалады. Түсіндіре алдым ба? Түсіндік. Аудитория түсінікті деген ма манипуляция? Нормально, Сіздің сұрағыңыз, наоборот, әдемі, точно тиіп жатыр. Екіншісі жаңағы бауырларынан. Ол адам табыс тауып жатады. Енді барлығы тоже бауырлары бір анадан, бір атадан, бір ауылдан, бір отбасынан шыққаннан кейін примерно ойлау типтері жас кезінде, жасөспірім кезінде бірдей еді. Сөйтіп енді өмір оларды натаскала дейді ғой, әркім ар жақ кетеді, оқуға кетеді, біреу жұмысқа кетеді, біреу мынандай болады, әртүрлі ортамен араласқаннан кейін уже разрыв пайда бола бастайды тоже. Сол кезде жаңа бауырлардың бірі, может үлкені, кішісі, мен білмеймін қайсысы екенін, тоже манипуляция салып, ана адамды как-то әсер ете бастайды, типа сен неғып бүйтпейсің, сен айттың ғой мен саған неғып телефон көтермейсің, неге сен осы жолы бүйтіп берген жоқсың, ана неғып көмектескен жоқсың, сен крутой болып кеттің ба не, и так далее деген сияқты. Кішісі болса мен қиналып жатырмын, сен көмектесші, ағамсың ғой, басқа кімге айтамын деген сияқты осындай бір образдарға, рольдерге кіріп, ана адамның тежеуін, өсуін тежейді. Осы жерде өзіңізбен мысал келтірсеңіз. Сізде ағаңыз бар, мен лично таныспын. Сүлеймен. Сіздерде қарым-қатынас жағы мысалы бір Альхамдулилля, жақсы. Жақсы деген мағынада сұрап жатқан жоқпын. Араларыңызда қандай да бір қағидалар или там бір нәрселер бар ма, қалай? Қағида үшінші бар деп айтпаймын. Мысалға, бүйтейікші, бір адам бар дейік, мысалға аты Ислам. Оның бір бауыры бар дейік. Оның аты бір не знаю, Дәурен дейік. И Дәурен условно жасы үлкен. Исламның жасы кіші. Сөйтіп Дәурен үйленген, екеуі де үйленген, өмір сүріп жатыр. Сөйтіп Дәуреннің басында бір қаржылай проблема пайда болады.
Так. Мысалға там машинасы бұзылып қалды, машинасын жөндеу керек болып тұр. Сөйтеді да Дәурен бірінші очередь не істейді? Інісінен сұрайды. Інісіне звондайды. Немесе в общем қалтасы бар ау деген, маған көмектесе алады ау деген жақын адамға звондайды, маған көмектесейін деген секілді. Сол кезде кім не істейді жаңағы Ислам? Ол ойлайды енді бауырымның машинасы бұзылды, мен оған көмектесейін, мен оның ақшасын машинасын жөндеп берейін деген бір ой шығады. Негізі бұны бәрі ойлауы мүмкін, типа енді қалайша басқаша болады, бауыр көмектеспейді, кім көмектеседі деген секілді. Енді мен ішкі позициямен бөлісейін. Біріншіден ол машина случайно бұзылмайды да. Так, ол қалай сонда? Машина бүйтіп тұрдында бір вторник күні болды да, өзімен өзі бұзылып қалды деген понятие болмайды да ол. Ол бұзылардың алдында біраз ана жақта мен скоро бұзылайын деп жатырмын, негізі сен дайындал деген сигналдар жіберіп береді ғой негізі. Сен машинаң ескі екенін білесің, немесе сондай бұзылуға жақын екенін білесің. Соған байланысты сен бюджет дайындаған жоқсың. Сол бюджетті дайындауға байланысты сен табысың жетпей жатқандығына байланысты вовремя сен көңіл бөлген жоқсың. Сөйтіп өмір саған конкретно перед фактом проблеманы шақ еткізген кезде почему-то ол проблеманы сен інің жауап беру керек та. Түсіндіре алдым ғой? Бұл жауапсыздықтың көрінісі деп ойлаймын. И то же самое, мысалы, інісі ағасына звондап, менде проблема болып тұр, сен келіп мен құтқар деген нәрсе тоже дұрыс емес та. И бауырлар бір-біріне көмектеспеу керек деген сөз емес. Бауырлар бір-бірінің өмірлік сынақтарынан айырмау керек та. Араласпау керек. Енді былайша айтқанда сен өміріңмен өзің бетпе-бет өмір сүріп жатсың. Прикинь, өмір мынау тұр, реальность дейді. Сен мынау тұрсың. Араңда сен ағаң бар да. Ертең сен үйлене алмайсың, отбасыңды асырай алмайсың, өсе алмайсың, өзің проблемаңды шеше алмайсың. Былайша айтқанда өзің самостоятельно только кіре алмайсың деген әңгіме ғой. Не әңгіме ол? Ол дұрыс емес. Ең қызығы, ешбір бауыр осындай бір сплетение дейді ана отношений, осының кесірінен екеуі де дамымай қалады. Жауапкершілік лақтырып жібереді. Өйткені кімде жауапкершілік белгісіз. Вроде звондадым, анау шешем деді, бірақ ол айтады, мынау шешем деді. Соңында машина дұрыс жөнделген жоқ. Вроде ақша дұрыс қайтқан жоқ. Ол айтты ғой, ағам деді, бұрындар бүйтіп көмектесе саған едім, үйінде заттарын тасып берген едім, баласына қарап берген едім деген сияқты өтірік бір взаиморасчет жасаған сияқты болады, бір бартерный экономика сияқты. Бірақ на самом деле ол екеуі де как будто ана адам маған қарсы сияқты сезім қалып кетеді да, екеуі бір-бірімен араласуды қояды, немесе напряжение пайда болады араласуда. Неге деген сұрақ? Өйткені екеуінің басында да ненің көмек, ненің проблема екендігіне дұрыс определение бермеген, дефинициясы қате. Көмек дегеніміз басқа адамның проблемасын түбегейлі шешіп беру емес та. Көмек дегеніміз басқа адамның сезіп жатқан өмірлік сынағына жеңілдетуге атсалысу. Сіздің позицияңыз осындай? Иә, менің позициям осындай. Енді аудиторияда бір сұрақ болуы мүмкін. Өйткенде бұл сұрақ маған да келді. Подкасттарын көріп жүрмін. Сен қатты эгоист сияқтысың деген сияқты. Бұл эгоизмге кетіп қалмай ма? Неге эгоизм жаман? Қараңыз, бұл аудитория сізге қойып жатыр. Жақсы. Сұрақ қойыңыз. Эгоизм бұл неге жаман? Айтып нәрсеңіз эгоизм емес па? Тек өзіңді ойлап кетіп, бауырларыңа көмектесу, бір нәрсені түсіндірейікші. Мысалға, қорқу деген сезім бар да. Қорқу сезім жаман ба? Жақсы жаман деп определение. Жоқ, эгоизм деді мысалы. Эгоизм емес па не деп ана адам сілкініп кетті ғой, типа, эгоизмге жолама деген сияқты сілкініп кетті ғой. Сұрақ, неге эгоизм жаман? Неге оны резко қабылдайды эгоизм дегенді? Бірінші айтайын, эго деген нәрсе бар. Альтруизм деген жаңа басқа адамға көмектесу, пайдалы болу, қоғамды ойлау деген нәрсенің барлығы, альтруизм ол эгоизмнің баласы. Получается, эгоист этапынан өтпеген, точнее бас санасында сознание дейді, сознательно ол эгоистический этаптан эгосы өтпеген адам ол альтруист бола алмайды. Бірінші очередь ол әр адамның жеке қандай табысты, қандай пайдалы болатынын түсіну керек деп ойлаймын. Ол менің пікірім. Келісу не обязательно. Ой, эгоист деген жаман деп ойлап қойдым. Проблема жоқ. Түсінбесе ничего страшного. И одан кейін екіншіден эгоизм дегенде былай қабылдаймын. Енді мысалы Алла Тағала саған проблема беріп тұр. Сұрақ, сен неге ол проблеманы қабылдағың келмейді? Басқа біреуге не лақтырып отырсың? Иә, неге лақтырып тұрсың? Неужели сенің сол проблеманы шешуге шамаң жетпейді? Шамаң жетпесе, ол проблеманы тастай сал онда. Шешпей ақ қой проблеманы. Ол проблеманы жаңа машинаң бұзылып қалды ма? Жөндеу не обязательно. Марды свалка лақтыра салшы оны. Не істейсің ол проблема? Ол машина жөндеу керек, машина. Барсай бақытты болсай. Шаруаң істе, балаңды сүй, келіншегіме жақсы сөз айт. Барды, реально машинаңды мусорға лақтырып тастай сал. Өйткені ол мусор машина. Машинаның бірінші задачасы қандай? Конфликт создавать емес, ол машинасы жүру керек та.
адам жүрмейтін машина алып алады да и бүкіл жерде проблеманы шашып жүреді ше. Сен машинама көмектеспедің, сен мені жолда өткізбедің, сен там гаишник мені штрафовать еттің и так далее. Ол машина саған керек емес те ғой, жүрмейтін машина не істейсің? Өміріңмен айналысса машинамен емес. Или бір ағаң турлаумен емес, или мен турлаумен емес, сіз турлаумен емес. Өзің өміріңмен айналыс, не проблема? Енді чуть артқа қайтып келейік. Атиптегі клиенттің өзімен қарым-қатынас, бауырларымен деді, кейінгі ата-анасымен. Ата-анасымен қарым-қатынасында проблема болады. Енді мен көріп жатқан нәрсе сол. Ата-анасымен қандай именно? Мысалы, елестетейік, 16 жаста бір қыз, или 18 жаста бір қыз әлі университетте оқымаған, или оқып жатыр бірінші курста. Сөйтті ол бір случайно бір орамалдар сатады, может быть, бір нәрсе сатады, енді оның бір ерекше дарындылығы болады, Алла тағала сондай бір ықпал береді, и сол адам бір ақша тауып бастайды. Ақша тауып бастағаннан кейін не болады? Айтып жіберіңізші. Ақшаны көріп жатыр ғой ана жақта. Оның өзі немесе ата-анасы сұрайды. Сол ақшаны басқа жаққа жұмсай бастайды. Ол біріншісі кіші бауырлары мүмкін. Либо ең кенжесі болса, ол ата-анасы болады. Мен айтып отқан жоқпын, ақша ата-анаға жұмсамау керек, бермеу керек емес. Жоқ, ата-анаға жақсы көру керек. Оларға бауырларыңыз болса, кім жақсы жағдай жасайды деп жарысу керек деп ойлаймын. Типа үйде келіп, мінекей папа, мама тұрғым келемін десе, мінің үй, міні бөлме, мін сен қалауыңдағыдай условия, сіздер осы жерде қалауыңыз еді, и так далее деген сияқты. Бірақ когда сен өзің дамып келе жатсың, және бірінші ойың сенің өзіңді емес, жаңағыдай осы бизнестің дамуы емес, ол саған бизнес ақша келіп жатыр ғой, сен әкеліп жатқан жоқсың ғой. И осы нәрсе емес, сен нефтен отырасың да, біреуге ақша беріп жатасың. Ол либо бауырың, либо көршің, кластасың, ата-анаң, или там туысқаның деген секілді. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Бірақ соған сен ақшаны бергізіп жатқан ой қандай сұрақ? Ой ма, сезім ба? Сезім ойдан шығады ғой. Типа сен бір нәрсе жақсы деп ойласаң, сен ол туралы жақсы сезім отырады. Бір нәрсе жаман деп ойласаң, ол жаман болады. Басында ол от души береді. Ақшам бар ғой, беруім керек деп ойлайды. Ақша келді ғой, бұның ішінде менің бауырларымда несібесі бар, осы отбасының несібесі бар деп өзі түсіндіреді. Сөйтті жаңағыдай беріп бастайды. Проблема жоқ. Сөйтті әке-шешесі оған үйренеді, немесе бауырлары оған үйренеді. Еще мынандай бар ғой, мысалы там 1 миллион тапты, өзіне 100 000 теңге алып қалады да, 900 000 теңге үйге салып жүреді сразу. Андай бар ғой, 1 миллион тапты, келесі айда 1 миллион тағы табамын дейді да, 1,5 миллион салып жүреді. 500 000 қайдан алады? Қарыз қалады да. Түспеген ақшаны пландап уже жаратып жібереді. Мен танимын ондай, өте көп адамдарды танимын. Күлкілі болып естіледі, бірақ ол адамға абсолютно нормально. Ондай адамдар өте көп. И олар ай сайын 3 миллион тауып жатыр, может 2 миллион тауып жатыр. Ақшам қайда кетіп жатыр деп сұрақ қояды, өзінше бір анау CoinKeeper деген сияқты нәрселерге, Monify дегендер бар, есептейді расходтарын, күнге соң 15 минут уақытын арнайды ше. Что-то баймайды. Жинаған ақшасы жоқ. Иә. Енді сұрақ осы көмекке байланысты. Бір айтып кетейін. Енді адам 3 миллион теңге айына, 1,5 миллион теңге айына табатын болса, ол қанша объемда өзің жақындардан көмек салады? Енді бір 10 миллион көмек салатын шығар, может 20 миллион көмек салатын шығар. Егер ол өзінің табысын арттыруға жұмсаған болса, ол қанша көмек салады? 100 миллион, 500 миллион көмек салады. Не только ол әке-шешесі, бауырлары, ол бүкіл ауылдың оқу процесіне, мешіттің проблемасына, библиотека, кітапхана, там жесірлері көмектесу и так далее деген сияқты, бір баня салып беру, тазалатын дәретхана салып беру деген нәрселер шешер еді да. Бірақ ол шешпейді, өйткені осындай өзінің шектеуші ойлары бар да. Ол адамның өзіне де қиын деп ойлаймын ше. Мысалы ол постоянно келді, уже ақша тауып бастады, бергісі келіп тұрады, бермесе кінәлі сезетін сияқты. Бір ата-анасы, сен қандай адам болып кеткенсің? Берумен проблема жоқ. Бергісі келсе берсін, мен бермесін деп жатқан жоқпын ғой. Бірақ бермегісі келген кезде алғысы келетін адамдар бар ғой, түсіңіз бе? Осы проблема ғой. Сол кезде проблема пайда болады ғой. Мысалы, адам ақша тапты дейік, ол берді. Екеуі де бақытты. Вообще проблема жоқ. Мәселе бақытты болды ғой. Екінші жағдай бізде проблема қандай? Ақша тапты ол, уже ана бергендерінен условно алған эмоциясы оны қанағаттандырмайды уже. Жаңадай ол түсінді, акасы мен бір жылда 10 миллион беріппін. Я? Не өзгерді? Ешнәрсе өзгермепті да үйінде. Типа қарыз азаймаған, наоборот көбейген, машина жөнделмеген соге. Сондай проблема болған екен. Возможно, ол там уже өзінің армандары болды, ортасы өзгеріп кетті. Что өскісі келіп жатыр, амбициясы көтеріліп жатыр да, бірақ әлі сен беру керексің деген талап қойып тастады мысалға. Уже ол бергісі келмейді, или ондай қауқары жоқ, мотивациясы жоқ беруге деген. Қазір осы айда. Сол кезде конфликт пайда болады ғой. Ар жақ ұрсады,
немесе жертва құрастырады, жаңағыдай ренішке салады, типа мен қиналып жатырмын, сен мені ойламайсың, анау мынау дейді. Бірақ енді финансовый отчетыңызға салсаң, соңғы там бір жылда ол там кемінде 5 миллион жек болғанда ол адам. Бірақ оны мойындамайды да, көмектескен не міндет болатсың ба не, сондағысы бүйткенің осы ақ қой деген сияқты әңгімелер айтады да. Ол әңгіме айту емес, ол просто жаңағы ойынға кіріп кетті ғой екеуі де. Түсінесіз ғой, нормально отыр ма? Жақсы. Осы проблема болады. Және сол душевный страдание дейді орысша. Ішкі бір адамға жаман хал береді. Өзін бір мал сияқты сезінеді адам ше. Мен ақшадан өліп кеттім ғой. Кейспен айта аламыз ба? Или айтуға болмай ма, құпия ма? Адамның атын бай айтпасақ болады деп ойлаймын. Солай айттым келді. Давайте бір әріппен алайық та. И соның ситуациясымен келтірейікші. И қаттырақ түсінікті болады да, көріп отқан адамдарға ше. Міне мынандай адам болды, табысы осындай, үйдің жағдайы былай, ата-анасымен осылай болды, ол мынандай ситуация, в общем, полный бір ситуацияны ашсақ бір адаммен. Енді ондайлар өте көп. Біреуін алсақ. И одан не өзгерді во время трансформации? Мысалы біреуді былай айтайық. Әйел адам жұмыс жасайды. Жасы 35-тен асып кеткен. И өзінің өмірінде күйеуі, баланың памперсіне дейін вообще ақша бермейді. Күйеуі бермейді. Немен айналысады күйеуі десеңізші? Жұмысы бар, айлық алады. Жалдамалы жұмыс. Жалдамалы жұмысшы, проблема жоқ, айлық алады. Бірақ проблема қақта, күйеуі әлі машина жөндеп жүр. Күйеуі машинаға ақша береді, жаңа ремонтникқа, СТОшникқа, майын ауыстырады, жаңа корпустарын ауыстырады, проблема жоқ. Бірақ баласына памперс алмайды. Кредит төлейтін кезде кредит өзі алады. Машинаға немесе машинаның керегіне, может быть, там тойға баруға, өзінің көйлек алуға, базар жоқ. Кредит алады. Төлейтін кезде ақшаң бар ма, төлей тұрса дейді. Әйеліне. Сөйтіп әйел төлейді. Мысалы, басында проблема жоқ. Енді мен жігітімде қиындық болып жатқан кезде мен қолдайын. Енді әртүрлі жағдай болады. Енді түсіну керек деген позициясы болады. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан асқан кезде уже ханымда беруге мотивация құлайды ғой. Енді сол адам қандай жағдайда, қандай хәлде болады, өзіңіз елестетіп көріңіз. Ай сайын сен ақша табасың. Ақша табу үшін азанда 9-да емес 7-те тұрасың. Сен бала шағаны киіндіресің, тамағын дайындайсың, мектепке, садикке шығарып саласың, еще бұдан жұмысқа барасың. Жұмысқа барған кезде басқалардан қарағанда көп жұмыс жасайсың, көп ақша табу үшін. Кәсіпкерсің ғой сен. Сен жауапкершілігің жоғары, сен 4-5 сотруднигің бар, оларға айлық төлейсің, налог төлейсің. Кейбір кезде проблемный клиенттер келеді, олардың кесірінен возврат жасайсың, немесе жаңағыдай брак төлейсің, бір товардың бұзылып қалды, оның доставкасын обратно алу, қайсы нормальный товар обеспечение жасап беру, біреулерін соттасасың. Осындай проблемаларды өтіп жүр да, ол ненормальный стресс дейді, мысалы, қиналып жүр. Сен партнерің бар да, өмірде екеуің бірге от души атсалысамыз деген, который айтады да, короче, мен тырысып жатырмын, менде болмай жатыр, мен машинамды майын ауыстыру керек дейді да. Енді бұл логикаға кірмейді ғой. Ол адам ояну керек қой негізі жолдасы. Типа, негізінде походу проблема менде шығар деп ше. Машинамда емес, может, жұмысымда емес шығар, может, менде шығар деп. Ол ойланғысы келмейді да. Сол кезде ана хан бір айтады, екі айтады, бүйтік сөйтік дейді, ол адам вообще құлақ аспайды. Қалай шешеді осы проблеманы? Тұғат не істейді? Өзімен жұмыс жасау керек та. Сол кезде күйеуі автоматически. Өйткені ол ханымға күйеуінің жұмыс жасамауы да осындай бір қиын жағдайда болуына да болғандығы өзінің бір психологический выгодасы бар оған. Пайдалы, короче. Ол кісіде қандай выгода болды? Ол кісіде енді еске түсірсем, есімде точно жоқ. Ну, менде даже сұрамауым да мүмкін. Өз адам өзі тауып алады, дейді да, түсініп алады ше, не үшін керек екенін. Мүмкін былай болуы мүмкін. Мүмкін өзін керек сезіну үшін. Или біреулерде мынандай болады, чувство, чрезмерная потребность в контроле деген. Бәрін қадағалап жүргісі келеді да. Мен қосыл. И күйеуінің табысында қадағалап жүргісі келеді. И егер күйеуі көп тауып кетсе, оның қалтасына лишний ақша түсіп кетсе, бұл уже непредсказуемый болып кетеді. Ақшаны қайда жарататыны белгісіз. Сөйтіп ақша таппай қойса, мә деп бүйтіп беріп отырады да. Ол подсознательно выгодно. Өзіне выгодно. Бірақ сознательностьда қиналып жүр ол. Жаңағы подружкасына айтқан кезде негізі қалай деп әңгіме айтып жүреді, бірақ психологически осындай выгодалар болады. Енді қалай айтамыз оны? Өкінішке орай дейміз ба? Ол солай ол. Оны шешпегенше сен ол конфликттен немесе сондай бір ойындардан, психологический игры одан кетпейсің. Сөйтіп ол кісіде қандай не өзгеріс болды? Күйеуі жұмысқа тұрды. Одан жоғары жалақымен, одан кейін жұмысында жаңағыдай табысты болды. Одан кейін уже келіп әйеліне гүл береді, жаңағыдай жаным деп сөйлейді. Шок болады. И
ол жұмысқа баратын болса бұрынғыдай оны сен жұмысқа кетіп қалдың деп кінәламайды, наоборот не істейді, типа үлгересің ба, апарып салайын ба, там не істейін, кіммен сөйлесіп берейін, осындай да позиция. Енді шарт күйеу обязательно көп ақша табу керек деген шарт емес қой. Мәселе бір-біріне наоборот бақытты болуына усилять ету, жаңағы күш салысу деген. Мынандай ситуациялар көп кездесе ма сізде? Әйел адам еркектің рөліне кіріп, жаңағыдай основной бақыр болып кеткен. Иә, көп қой, өте көп. Осы кезде мен де өзімде жаңағыдай таныстардан былай көресің ғой. Осы кезде қалай ол өзінің позициясын соғады? Шынымды айтайын ба? Білмеймін. Әркімде әртүрлі. Мына жерде примерно сондай ғой енді. Иә? Примерно осындай. Мен былай айтамын, әркім өзің жаңағыдай проблемасын былай бетпе-бет соғысу керек қой, иә? Жолдасыңыздың проблемасы болды ма? Иә? Кішкентай балаң сияқты оны араласуға болмайды да. То же самое, мысалы, еркек адам бар да, иә? Мысалға мен өзім әйелім бар, и мысалға бір определенный проблема болды үйде. Мен келіншегім арасына кіріп, не болды, деп кірмеймін да, егер ол менің кіруімді талап етілмеген проблема болса. Типа былайша айтқанда, өзіңнің жақын адамыңды өзінің өміріндегі проблемамен хотя бы 15 минутқа жеке қалдырса, бір кабинетте. Ол ана проблемамен араласа бермей дейсіз ғой. Иә, араласа бермей. Вот түсіріп көрсін сол проблемамен бетпе-бет жаңағыдай жанасып көрсін, қалай болады екен, шешім қалай болады екен. Егер болмай жатса, ол көмек сұраса, мүмкін сен көмектесерсің, желаниең болса. Желаниең болмаса, көмектесперсің. Енді бастағы тақырып қайтып келейік. А-типті клиенттер. А-типті клиенттердің тағы қандай ситуациялар бар? Или уже баға келіп қалдық ба? Жоқ, нормально. Ситуация өте көп. Просто ең басты түсінетін нәрсе мынандай. Ақша табылады. Ол табады ақшаны. Еңбектенеді, түнде ұйықтамайды, иә, тәуекелге барады, обучение өтеді, жоспарлайды, қиналады, стресс көтереді, ақша табылады. Барлығы проблема ақша жоқ емес, табылмай жатыр емес, табылып жатыр. Проблема ақша слив болып жатыр. Неге слив болып жатыр? Өйткені сен өзіңнің жаныңда, ұшағыңда, прям телефон контактында избранный тұрған адамдармен қарым-қатынасың дұрыс болмағаннан кейін сенің ақшаңды айдалға ұшып кете береді. Мысалы, не болады жаңағыдай, машинасы бұзылып қалды біреудің проблемасы деген секілді. Екіншісі, мысалға айтайық, сен келіншегің настроениясы бұзыла береді дейік. Сөйтсің настроениясын көтеру үшін нефтен барасың рестораннан тамақ заказ бере бересің. Сөйтесің де ақшаң ресторанның тамағына кете береді да. Мен айтып жатқан жоқпын келіншегіңді ресторанға апарма деп. Ресторанға апар, бірақ ол сенің андай ненормальный нәрсе болмау керек, типа настроение бұзылып кетеді, бар ресторанға бара береміз дегенше. Күнде деген сияқты. Күнде деген сияқты. Или тоже настроение бұзылып кетеді, сен гүл аласың да оған настроениесін көтеру үшін. Негізі гүл алу емес та решение. Решение ол настроениесін түсіретін нәрсемен жұмыс жасау керек та. Не түсіреді оны? Что постоянно ол хотя бы более-менее нормальный настроениеде жүретіндей. Немесе екіншісі, бір сен туысқаның болады, постоянно сенен қарыз сұрай береді. Сен ақша беріп, оның проблеманы шешпейсің. Ол қарызға кіретін проблеманы табу керек та, соны шешуге атсалысу керек та. Сол сенің көмегің болып саналады. Өйткені сен оған қарызын берсең, значит, ол проблемасын жаңағы кабинетте жеке қалған жоқ қой ол. Өзінің финансовый проблемасы жоқ деп ойлайды. Просто ана партнер битіп қалды да, ана поставщик уақытында товар бермей қалды да, аналар төлемді кешіктіріп қалды да, клиент отказ беріп қалды да, бәрі кінәлі. Бұл идеальный, тақуа. Сен және көмектеспеген үшін кінәлісің. В общем, бәрі кінәлі. Менде проблема жоқ, мен красавчикпін. Бұл кісілерде в общем ақша жиналмайды ғой. Жиналмауының себебі сол избранныйда контактта тұрған адамдармен дұрыс қарым-қатынас болмағанның әсерінен ол ақшаны сливать етіп тастай береді. Бұл отказ бере алмауды білмегендіктен деп айтуға болады ма? Соның ішінде. Примерно сондай ғой. Отказ берсе ол Б, А ұялады, Б қорқады, С кінәлі сезінеді, Д өзіне ашулануы мүмкін, иә? Осы жерде убеждениелерді айтсақ, А ұялады, неден? Убеждение келеді ғой, давай мен ұялғанам, мысалы там. Мынандай мысалға, бір досы бар, папасын умраға жіберген. Бұл жұрда бұл досынан көп ақша табады да. Бірақ жібермеген. Өзіне жаңағыдай достармен кездескен кезде өзі ақшасын папасын умраға жібермеген үшін ұялады. Іштей. Папаңды умраға жіберме деп жатқан жоқпын. Папаңды умраға жібер, бірақ ұят сезімнен емес та. Қалауымен да. Қалауымен жүр. Алла разы болсын, әкемнің қуанышы үшін мен осындай жақсылық жасағым келеді деп. Бірақ досымның алдында ұялып кеттім деп әкеңді умраға жібергеннен, скорее всего, сенің ниетің дұрыс емес та. Түсініп отырсыз ғой, иә? Иә, түсіндім. Келесі нәрсе, андай сияқты ғой сіз айтқаныңыз. Біреудің айфонын көрдің, или үш досың сенің айфон
допустим 15-пен жүр, сен там не знаю там Samsung-пен жүрсің или 12-мен жүрсің, и қарайсың да қалтаңда ақша жоқ болып тұрса да алып жүруге барасың да iPhone кредитқа алып аласың деген сияқты нәрсе ғой. iPhone не үшін жоқ, сен соны ойласай. И неге сен iPhone жоқ болған үшін ұялып жүрсің? Екеуі де неадекватный сезімдер негізі. Иә. Екіншісі, мысалға қазір болып жатқан ұқсас темалардың бірі, там мысалға бір адам болуы мүмкін, жасы 40-қа келді, қасасы папасына джип алып берді. Сөйтіп оны жария қылып TikTokқа салды, 40 000 лайк жинады, 1 миллион просмотр жинады, анау ауылда хит. Ана аташкісі да, машина жуып алып, күнге көзді күйдіріп, ана жерде жүреді, в общем. Әкесі жаңа досың. Сөйтіп бұл мен папама джип алып бермедім дейді, сөйтіп папама джип алып беру керек екенмін ғой деп, барып кредитке өзіне 10 жыл, еще өзі емес қой, обратно. Өзінен кредит отказ береді көбінде. Басқа біреуге, әйеліне, баласына кредитке отырғызады 10 жылға. Сөйтті якобы жаңағыдай баласы әкесіне машина берген болып шығады. Сөйтті Құдай тамақ өткізеді. Құдай тамақ өткізу үшін де ақша жоқ та. Бұл үшін не істейді? Тағы да біреуді напрягать етеді. Біреудің ақшасына олар роль ойнайды ғой, сондай қандай красавчик бала мен красавчик әкенің роль ойнайды да. И сөйтті не үшін менде 10 миллион убытокта жүрмін деп өзі түсінбей қалады. И жүреді ананы. И 10 миллион убытоктың еще переплатасы бар. Сен переплатасы төлеп жатсың, еще сен еще нормально ақша таппайсың ғой. Нормально ақша таппағаннан кейін енді сен папаңа нормальный машина алып бере алмай жатсың, скорее всего машинаң ақшаңмен проблема бар дейді, мысалы. Қалауың бар, ақшаң жетпейді. Значит, ақшалы проблемаң бар ғой сенің. Хорошо. Сен соның тұрында кредитпен жаптың. Енді кредит дегеніміз не? Сенің уже сол міндеттемені орындау керексің. Сенің ақшалай несостоятельный екенің көрсеткіші. Сөйтесің, оны төлеп жатқан кезде ол адам скорее всего сол кредиттің уақытында төлей алмай қалады. Өйткені ол оны күніге көрмейді, және ол по факту оған қатысы жоқ. Ол кредиттің біреу келіп тастаған оны. Сөйтеді, сол адаммен қарым-қатынасы бұзылады. Енді кредитке біреу отырғызып тастаған, ана уақытында төлемейді, жауапкершілік полы сезінбейді, проблемамен жеке комнатада қалмайды. Сөйтіп жанындағы кредитті отырғызып кеткен адаммен проблема пайда болады. Досына кредит алып беретін адамдар бар ғой. Сол вообще мен фантастика. Таң қаламын да, негізі жоқ, өзінде ақша жоқ. Мысалы да, ондай тоже ситуациялар көп. Красавчиктер ғой олар. Өзінде ақша жоқ. Там, не знаю, бір 100 000, 50 000 теңгесі бар. Досы айтады, мысалы, там маған 500 000 теңге керек болып тұр. Мысалы, мен бір тауып берші. Қораға кірдім. Или бүйтеді былай. Ең ключевой сөз мынау дейді. Саған бір просьба болып тұр дейді. И тұрады да, ана адам тұрып кредиттен дығып шығарады да, и алып береді, и соңында ана адам жоқ болып кетеді ғой. Көп ситуация, 70-80-90%. Өйткені сен бір жерден қинап ана қарыз төлеу керексің да, б қашып кете салуға болады. Бұл да отказ бере ма? Мен ойлаймын да, жаңағы ситуацияны жақсы жағына да қолдануға болады ғой. Мысалы, біреу әкесіне алып берді, сен көрдің, и мен де жаңағыда барып кредитке өзім тықпай емес, көбірек табыс табуға деген сияқты нәрсемен. Осы моментте бір күшті бір инсайтын бөлісіп кетейін өзімнің ішімдегі. Мысалы, елестетейік, сен көшеде айген пакетпен кетіп баратсың. Тротуарда, пешеходта кетіп баратсың. Сөйтіп жаңа бір звук шығып жатыр. Әдемі бір 50 центтің недавно концерт болды, музыкасы болып жатыр. PIMP болып жатыр, в общем. Қарап қаласың, қап-қара 150 миллион теңгелік новый недавно шыққан Геленваген тұр. Қарап қарасаң, ана жігіт тура сенің жасында. Сен мысалы 25-тесің или 30-дасың, ол да 25-те или 30-да. Жанында қарайсың, әп-әдемі красотка қыз отыр. Прям ана қызға сен сынып қалдың. Әлі сен үйленбегенсің еще. Ішіңде сен анда қыз сияқты әйелің болғанын қаладың. Музыка ойнап тұр. Екеуі бір-бірімен ойнап, күліп, бақытты болып отыр. Сен айген пакетпен пешеходта кетіп баратсың. Енді относительно жаңа экономически түсіндірсек. Сенде 3 түрлі реакцияның біреуі болады. Бірінші реакция, сен манақсың. Бұл өмірде қолыңда ақшаға тигізбейсің. Ақша қолдың кірі. Ақша деген ол бұл өмірде маңызды емес. Главное, айген пакетің болса болды. Осымен өмір сүріп кетуге де болады дейсің да, вообще проблема жоқ. Манақсың ба, манақ болып өтесің, короче. Екіншісі, сен былай айтасың. Біреу кінәлі осы үшін. Кім кінәлі? Мына адамның әкесі, ол жемқор, ақша ұрлаған, немесе біреуді лақтырған. Сөйтіп баласына осындай не берген, и осылардың кесі осылар, короче, осындай 50-дің музыкасын қатты қойып қояды да, бәріне мешать етіп өмір сүреді. Бля, надоел, короче. Мен де папам жемқор болса, или мен де папам миллиардер болса, мен осыны жүретін едім. Конкретно сен паразан мен алып қоятын едім деген сияқты бір негативный реакция шығады. TikTokта видеолар бар ғой, андай. Вдруг там біреу келеді да, ты прошел испытание. Әкем кезі деген сияқты, $1 миллиард ма деген сияқты. В общем, өзінің айген пакетпен кетіп баратқанына кінәлі әкесі, мамасы, көршісі, партнері бәрі кінәлі, және мына жігітке де ода негативный реакция қалыптасады. Қалай?
бір типа мүмкіндік болса оны кемсітіп бір тісі қисық там жараспайтын киім киіп алған мынау гейнваген мініп қайтейін хлюпик тыпырық нормально тамақ жемейсің ба деген сияқты бір өзімен өзі жаман раздражать етіп тұрады жыныңа дейіп ана адам жаман ой қалыптасады өте жаман нәрсе негізі. Үшінші реакция ол өзімде қазір мен үйреніп жүремін ол реакцияны. Хочу так же деген сөзді. Красавчик менің жасымда иә осындай бір нәтижеге жетудің мысалын көріп тұрмын. Аллахыма сізге шүкір мен осындай бір көрсеткіш көрсетіп тұрсың, что на самом деле мейірім осындай бар, осындай нәрсеге жетуге болады. Кеттік кірсеміз істейміз. Тағы бір реакция қосып жіберейін мен. Геленнен сәл түсейін. 70-ка 20 миллион тұратын. Кетіп барасың, жасың 22-де мысалы. Сондай 70-те кетіп баратқан баланы көрдің, қасында қызы бар. И өзіңді жейсің ғой. Короче, менің жасым уже ондайға жетіп қалған, мен әлі түкке жеткен жоқ. Обрат негатив қой өзіңе. Өзіңе негатив. Сөйтіп тұрып, мен ешнәрсе әлі жасамадым. Ол жерде ешкім кінәлі емес негізі. Просто бұны былай қабылдау керек. Мысалға елестетейік тоже. Бір прокурор немесе бір следователь бар дейік. Бір түсініңіз ғой, короче, патолог 2,5 метр жерде, линолеум жерде, бір РУВД-да ол жұмыс істейді. В общем, следователь, примерно старший лейтенант. Сөйтті оған жаңа канцеляриядан немесе бастығы келеді, мынандай дело әкеліп тастайды. Мән, разгребай дейді, короче. И ана отырады, мән, ал жұмыс көп екен, мән, ананы бүйте беретін, сол дело разгребленный болмайды да, дело шешілмейді. Не істеу керексің? Это просто материал, с которым надо работать. Сен материал қабылдау керексің. Дәл солай да. Сен өміріңде ситуация әртүрлі болуы мүмкін. Ол ситуацияны сен ушықтырып атқан, қиындатып атқан өзің ғана. Сен бұны это материал, с которым надо работать. Мысалы, біреудің папасы алқаш. Немесе біреудің мамасы оны тастап кеткен. Ой, мен тастап кеткен, дей бергенше, это материал, с которым надо работать. То же самое, мысалға, біреуде болады. Көршісі там не істейін, баласын күніге ұрады, баласы шыңғырып жылайды. Бір барып айттың, екі рет айтың, жота болмайды да. Бірақ это материал, с которым надо работать да. Қалай, типа, сен оған ушықтырмай, деп жүрегің қатты алмай, сен онымен өмір сүріп, соны как-то ағылшынша cope with, сен осымен бір иметь дело с этим үйрену керексің. То же самое, мысалы, сен бір жұмысқа келдің, мысалы, Вкусвилл деген күшті компания бар. Олар біледі, что 1% товар ұрланады. Ол сол 1% товар ұрланғанша охрана қойып, видеокамера қойып, басын ауыртпайды. 1% ұрлана берсін дейді. Это материал, с которым надо работать. То есть проблеманы дұрыс қабылдау. Дұрыс қабылдау, оны ушықтырмау, оған қатты перевес оценка бермеу. Мысалы, жаңағыдай мен сенде Геленваген жоқ или 70 жоқ. Ой, мен да биттім, мен тупой, мен қабілетім жоқ. Емес. Сенде жоқ қой, все. Значит, это можно исправить. Да. Жаңағыдай сен барып, мысалға там бір неге бардың, не знаю, там 500 мың теңге саған бір нәрсе төле деді, сен төледің. Ол саған сәйкесінше услуга немесе товарды берген жоқ, не в полном объеме жасап берді саған. Мыналар мошенник бәді дегенше, оказывается, ондайлар да бар екен. Жұмысын адал істемейді екен. Енді не істейміз? Жылаймыз ба, ойлаймыз ба? Жоқ, это материал, с которым. Такие бывают, будем в следующий раз иметь в виду. Все. Жаңа 4 сезон байттыңыз ғой, ұялу дедіңіз. Ұялудың убеждениемен келтірдік. Екінші, үшінші сол убеждениемен келтіргенге отырды. Енді сіздің основной жұмыс жасайтын тақырып осы. Тек убеждение. Убеждение ғой. Екінші сезім. Ұялу, қорқыныш дедіңіз ба? Кінәлі сезіну. Енді ол былай ойлайды. Ана адамдардың проблемасын мен ғана шеше аламын. Мен шешпесем. Бұл убеждение айтқаныңыз. Убеждение. Сол убеждение, түбінде сол убеждение ол бар екен білмейді өзінде. Тәкаппарлықтан шығатын убеждение ғой. Қандай? Менің қабілетім мощный. Менің қабілетім арқасында мен осына деге жеттім. Бұл адамдардың қабілеті жоқ просто. Мен сондай избранный адаммын. Басқалардың проблемасын шешемін дейді ғой. Түсініңіз бе? Сенің проблемаң бар ма? Мен сенің проблемаңды шешемін дейді. Түсініңіз ғой, түсініңіз. Төлеген кезде ол на самом деле оның проблеманы шешпейді ол. Өзінің проблеманы шешеді. Қандай? Тәкаппарлығын асырап отырады да. Бұндай убеждение қалай қалыптасады? Случайно. Біреудің мысал келтірсеңіз. Бір ол класста оқиды мектепте. И бір жігіт бар еді да. Шашы бұйра. Бәрі прикол ұстайды оған. Қозыбас дейді да. И қазір бір жаңа тренд шықты, мода. Шашты бұйралау деген. Шашты бұйралай ма ол? Жоқ. Неге? Өйткені қозбас болып кетесің шашың бұйра болса. Хотя сен қазір ешкім қозбас деп айтамайды да сен. Айтатын адам, скорее всего, ол кредитін төлей алмай, қиналып, там тойына бара алмай ұялып жүрді ол. Өйткені соның ойы әйтеуір біреуге бүйтіп шымшып алып тиісіп жіберуді, короче, қиындатып жіберуді өмірді. Ал сен наоборот жаңа стилің құтты болсын,
шашың ерекше болып тұр, прям маған ұнап тұр, немен укладывать етесің или барберге қанша төлейсің, осыны істейтін барберлар қайда істейді деген сияқты сұрақтар қоймайсың да. Сен тұрасың қозбас, шашың қисық, не стиль мынау, там внимание жетпей жүр ма не деген бір жаман сөздер айтады да. Сіз ауылда өскенсіз ба? Конечно. Ауылда өстім деп айтсам өтірік болады, бірақ әр выходной және любой жаз ауылда. Мысалы мен ауылда өстім де, сол кезде енді шашы үлкен деген, кәдімгі ауылда өскенмін де, шашы өскен адамға енді еркекке қатынсың ба деген сияқты қарайтын. Дәл солай. Бірінші Алматыға келген кезде неше түрлі адам көресің, ананы бүйтіп қабылдай алмайсың ғой. Мысалы қазір шашы ұзын бала көрсең, нормально. Кейбір кезде бір адамдарды көресің, қыз или ұл екенін ажыратамайсың. Нормально. Ажырату парыз емес та. Не қыласың ажыратып, ол әйел, просто қарамай қой, өзің өміріңмен айналыса бер. Так, енді үшінші жаңағы. Біріншісі кінәлі сезіну, екіншісі біріншісі ұялу. Кінәлі айттық қой, бұл проблеманы мен ғана шеше аламын деп ойлайды. И оның артындағы тағы проблема, бұл проблема мен қоздым дейді. Мен шығардым бұл проблеманы дейді. Типа жаңағыдай, мысалға, ол маған сеніп қалды, мен оны сеніп мақтамадым. Тағы не болуы мүмкін, Алла тағала бұлардың ризығын маған беріп қойды да, просто ше. Мен арқылы беру. Мен такой жмот болып қалдым да, просто олай емес, сен Алла тағала ондай жмот емес қой. Бере салады любой адамға ше, мейірімді ғой. А просто ол адам ол проблеманы еще саған іліп жібереді ғой, жауапкершілікті. Сен реально сол проблеманы сенікі деп ойлап қаласың ғой. Олай емес. Кінәлі, ол әркімнің жеке өзінің проблемасы. Ең қызығы, әркім өзінің жеке өзінің проблемасын шеше алады. И сенің де жеткен нәтижең тауып қойған 1-2 миллион теңге на самом деле 1-2 тиын ғой. Мысалы мен аудиторияға дидар болып ойланып отырмын да. Дидардан да өтуі мүмкін. Допустим, мен осылай өмір сүре бастадым. Досым бәріне отказ беріп тастадым. Бір күні менде проблема туады. Мен уже аналардан сұрасам, маған ешкім көмектеспейді деген убеждение бар. Сол қорқыныш қой. Қорқыныш сезімнен бересің. Сен Алладан үміт етпейсің да, адамнан үміт етесің. Аналар ертең маған көмектеспей қояды ғой деп тұрып бер жересің. Ең қызығы, сен кәміл сенесің ғой, ертең сенде проблема болатыны. Сөйтіп сол проблеманы өзің құрастырып аласың ғой. Сөйтесің да, кәміл сенген нәрсеңді ана адамнан барып алдына, бүйтіп коверна барып дұға тілейсің ғой, маған көмектесші деп сен депші. Алла тағала сен танымайтын адам арқылы да проблеманы шешіп жібере салады да. Иә. И сен үмітіңді адамға емес, Аллаға тастау керексің да. Болды. И ертең сен мұқтаж болған кезде сен көмектестің ғой оған. Сен үмітің бар ғой маған көмектеседі деп. А ода таңдау бар ғой, көмектесу, көмектеспеу деген. Ол таңдау бойынша көмектеспей қойса, сен не істейсің? Мен көмектесіп едім, ол маған көмектеспеді, қиналасың. Бірақ жаңа манипуляция басталды. Сен өзіңнің ойыңның өзің жертвасың. Сен солай ойладың, олай болмады. Енді это не дейді? Бұл это показатель твоей неадекватности. Неадекватности дегеніміз, сен бұл әлемге шақ келмей тұрсың. Әлем осындай, көмектескен адам көмектеспей алады екен. Прикинь. А сен ойладың, что барлығы көмектеседі деп. Жаңада андай болады, мысалы бұрындар соғыстар болады. Біреу соғысып қиналып жатты да, сен барып көмектестің да оған. Сөйтіп сен де соғыс болып отыр да, сен анаған хат жібердің да, ол айтады, короче, араласпаймыз дейді да. Сөйтіп сен халқың қырылып кетті. Бұл ненің көрсеткіші? Сол правительдің неадекватностың көрсеткіші да. Ол өзінің халқын қандай жағдай болмасын қорғауға тиіс еді, өзінің жауапкершілігі бойынша. Бірақ ол біреуге үміт артуының себебінен Аллаға емес. Халық қырылып кетті. Дәл солай да, адам тағдыры да сондай да. Менің ойым. Жаңа айтқан тақырыбымызға чуть-чуть кішкене кіргім келіп отыр да. Мысалы, адам өзінің ойында бір адамды ойлап қойып алады. Маған көмектесу керек, ол мынандай деген сияқты. Мысалы, там, допустим, мысалы, мен сізден келіп, там, бір нәрсе көмек сұрадым. Сіз маған көмектесуіңіз обязан деп мен мысалы ойланып аламын. Сондай сияқты ситуацияларды қазір обсуждать еткім келіп тұр да. Мысалы, даже қараңызшы, алдыңғы бір видеода разборға тіркелу үшін мына ссылканы толтыр дедік та. Енді мен адаммын ғой, мен де клиент таңдай аламын ғой, адам таңдай аламын ғой. Ұнамайтын адаммен сөйлескім келмей шығар мүмкін. Иә. Біреу айтады, короче. Номеріңді айт, мен саған жіберемін, қашан боссың, или мына кезде екеуміз сөйлесейік дейді ғой. Мен айтамын, сөйлеспеуге бола ма деймін ғой. Болмайды дейді ғой, короче. Обязан көріп тұр. Иә. 10 мың теңге төледім, болды, сен менікі, короче, 1 сағат. Мен айтамын, сөйлеспеуге бола ма деймін ғой. Болмайды дейді да. Уже андай да. И сол адамның табыс деңгейін сразу түсінуге болады да. Анандай эгоны көтеріп жүру деген, ты чо, азаннан кешке ана ауырды, весті көтеру деген қиын ғой. Сен жаныңда сені құдай деп санамайтын адамды көтере алмайсың ғой сен уже. Түсініңіз ба? Андай енді сені крутой деп ойламайтын адам, уже сен қасында өмір сүре алмайды да.
сен тек қана ана эгоны поддерживать ететін ғана нәрсемен өмір сүресің да, поддерживать ету уже қиын да саған. Сондықтан ондай ауыр көзбен жұмыс жасайтын өмір сүретін адамдар ол ешқашан баймайды да. Қазақтар айтып кеткен еді ғой, кедейдің кербезінен сақтан деп ше. Сол секілді мен жаңағыдай ойлаймын ше, неғұрлым адамның табысы аз, соғұрлым оның эгосы жоғарылау деп. Мүмкін. Мүмкін. Факт. Сол кедейлігінің себебі түрлі болуы мүмкін. Мысалы кейбіреулер болады өте сыпайы, өте мінезі реально мұсылман мінезі, күшті, әдемі, симпатичный адам дейді ғой. Мінезімен симпатичный. Бірақ кедей. Ол кедей не потому что мінез жаман или эгосы кеңейіп кеткен жоқ. Ол кедей потому что элементарный, базовый, инструменталды практикалық білімдерді білмейді. Ол білсе, бір-екі ай, может, бір жылда байып кете салады ше. Өйткені ол жаңағы бірге бірді қосып тең 2 деген математиканы адам білмесе, ол мынаның 2 екенін білмейді или мынаның 2 екенін білмейді. Онан білмей жүр, потому что эгосының проблемасы жоқ оның. Инструменталды, сатуды білмейді, ақша санауды білмейді, бюджетирование білмейді, продукт линейканы білмейді, конверсия есептеу білмейді, адамдармен қарым-қатынас, командамен қарым-қатынас жасауды білмейді, точка ашуды білмейді, фото түсіруді білмейді, тек жұмысты делегировать етуді білмейді. Ол бай алмайды да. Бірақ бай емес, потому что ол көкірегің деп айтты, кемей қалуы мүмкін, шақ кемей қалуы мүмкін. Барлық әлеуметтік желілерді өзім жүргізуге тырысамын. Менің ешқандай менеджерім жоқ, дайырге жауап беріп отыратын. Бар болса да андасында рабочий форматта. И көбісі адам айтады, трансформацияға қалай тіркелсек болады, қалай жазылсақ болады, қалай сізден білім алсам болады, шай ішейік и так далее деген секілді бір ұсыныстар күніге келіп жатады, бір почти 50 шақты, 40 шақты. Өкінішке орай мен барлығына жауап беріп үлгермеймін. Жауап беретін болсам нереально шаршаймын. Сондықтан біз өзіміздің командамызбен бірге 15 000 теңге тұратын просто бір рабочий, онлайн және офлайн мастер-класс өткіземіз. Мен датасын білмеймін. Егер де сізде осы убеждениеға байланысты, ойыңызға байланысты, кәсібіңізде команда, табыс, отношенияға байланысты бір тығырықтардан шыққыңыз келетін болса, онда мен сіздерді бірінші қымбат ақшаға курс алғанша, бірінші арзан ақшаға менің кім екенімді, өзіңіздің проблемаңыздың түбірін какой-то бір сезуге, түсінуге осы мастер-класс пайдалы болады деп ойлаймын. Ол в среднем 3-6 сағат арасында болады. Офлайн келуге мен кеңес беремін және онлайн трансляциясы болады. Бағасы қазірге айтқанда 15 000 теңге. Оған кез келген адамның күші де, қабілеті де, ақшасы да жетеді деп ойлаймын. Сондықтан сол мастер-классқа тіркеліп, одан кейін барып өзіңіздің өміріңізде болып жатқан проблемаға баға берсеңіз болады. Мастер-классқа тіркелу үшін мына жерде мен Instagram шығады. Осы мастер-классқа тіркелу үшін Instagramға жазып, дайректке жазсаңыздар, осы мастер-класс қашан болады, соны тіркелгім келеді деп сразу номеріңізбен жазып жіберсеңіздер, біздің менеджерлер сіздермен хабарласады және сіз орныңызды тіркейді. 2 формат болады, стандарт және VIP деген. VIP-термен келесі күні коучинг семинары болады. Егер табысыңыздың деңгейі 1,5 немесе 1 миллионнан жоғары болатын болса, онда мастер-класстың ішінде мен сіздерге VIP тарифқа қатысуға кеңес беремін. VIP-тардың орны 4-ақ. Тіркелу үшін Instagramға дайректке жазыңыздар. Иншаллах кездескенше. Жаңа айтқан 4 сезім, екеуін айттық, екеуі қалды. Есіме шығып кетті ше? Үшіншісі қорқу. Үшіншісі қорқыныш. Қорқыныш. Жаңағыдай ғой, көмектеспей қалады маған. Ол бүйтіп қалады, сөйтіп қалады, жаман ойлап қалады мен туралы. Сол кезде адам ағам естіп қояды оны, ағам айтады маған сондай, сен құтырып кеттің ба не деген әңгіме айтады. Сол әңгімені естімес үшін мен лучше бүйте салайын дейді. Қорқынышқа қатысты. Либо екіншісі, ертең менің жағдайым қиын болады, мүшкіл болады. Сол кезде мына адаммен жаңа қорқынышқа байланысты айтып кетейінші. Мен өзім де болған жаңағыдай бұрынғы ситуациямен, мысалы бұл кассасын сұрады сен, ақша сұрады, сен тұрдың бермеймін дедім, сөйтіп ол қалған кассаларға айтады, ерсін жұмот болып кетіпті, короче. Онымен араласпаңдар деген сияқты. И сөйтіп жаңағыдай ішіндегі мен туралы жаман ойлап қалады деген нәрсе. Мен ойланып тұрып, адам сразу бер жібереді. Осы убеждение. Осы убеждение. Өзің ловушкаға өзің түсіп кеттің ғой, иә. Енді қалай жұмыс істейміз деген сұрақ қой. Біріншіден, егер сіз желаниеңіз мощный болса да, қалауыңыз бешеный болса да, біліміңіз көп болса да, сіз басқа адамның ойын контролировать ете алмайсыз. Мысалға екеуміз қазір подкаст беріп жатырмыз. Бірнеше адам қарауы мүмкін. Мен ана адам жақсы ойласын мен туралы деп, мен пікір ой не істемесем де ол адам жақсы ойлап кетпеуі мүмкін да. Значит, мен ол адамның ойын дұрыстай алмаймын. Және мен дұрыстағым келсе де дұрыстай алмаймын. Сондықтан басқа біреудің ойын дұрыстауды және оны жұмысқа арнауды тоқтату керек. Ол адам еркі бар. Не ойлағысы келеді, не сезгісі келеді, соны сезеді, соны ойлайды. Егер ол адам жаңағыдай кәміл сенетін болса, баю нереально. Бұл өмірде ақша жоқ. Табыс табу көтеру мүмкін емес. Қазақстанның үкіметі соған кінәлі деп ойласа, ол ойлауға хақысы бар. Және мен оны өзгертуге билігім жоқ. Соны түсіну керек. Сондықтан сіздің класстастарыңыз сізді относительно мына адам жаман екен деп ойлағысы келсе, олар солай ойлайды. Досыңыз солай ойлағысы келсе, ол солай ойласын. Оның ойын тураламаңыз. Өзіңіз қандайсыз, сондай болыңыз. Ол адам сізді қабылдаса, қабылдасын.
қабылдамаса өзің проблемасы. Бірақ ол деген андай емес қой, сен көшеде голый жүре бер, сөйлеген кезде алло емес, андай типа не үшін звондадың, олай емес та. Принципі, нормы этичности, жаңа человечности, адамгершілік деңгейінде образында болу керекпіз, иә? Мұсылманның кейпінде болу керекпіз, бірақ басқа адамның ойын туралап, сен бүйтіп ойлама, сен мен жақсы деп ойлап қал, деп ондай жұмыспен айналысу керек емес. Өзіңіздің ойыңызды туралаумен айналысыңыз. Иә. Соның өзі үлкен жұмыс. Төртінші сезім. Енді ашу десек болады. Ашу деген қалай? Енді өзің ашуланасың. Ашу. Иә, жаңағыдай осы мысалы бір проблема болды да, мысалы жаңағыдай айтты, что үйде ремонт болайын деп жатыр, или там общение ұзатайын деп жатырмыз. Соған там 1,5 миллион керек болып тұр деді. Бізде жоқ деді. Сен тұрдың да, короче, жаңағы осы ситуацияға ашуланасың. Жаңағыдай материал келді, Алла тағала или мен, или әке-шешең сол ситуацияның болуына кінәлі, сен соларға ашуланасың. Немесе өзің ашуланасың, то что менде неге 1,5 миллион жоқ деп. Жоқ болу заңды да, өйткені определенный ойларың бар, сол ойларың бүгін нәтижеге алып келді. Сен ойларыңмен, соны ойлардың түбірімен ойлан, жұмыс жаса, өзгерт соны. Келесі жол мүмкін қалтаңда 1,5 миллион, миллиард спокойно жатады. Түсінікті. Ислам мырзада мынау аудиторға түсіндірмес қой, трансформация деген несі бар, продуктысы, сол жерде осы основном убеждениемен айналысады. Енді осы А-типтегі клиентпен тағы бір мысал келтіргім келіп тұр да, мен мынандай ситуация деген секілді. И продуктыдан өткеннен кейін қалай өзгерді, не болды деген секілді. Мысалға, бір адамды айтайын, Ақтаудан келіп оқыды. Мынандай ойы бар. ЖК немесе недвижка тек сезонда ғана сатылады деген. Типа сезонда ғана сатылады, сезон емес кезде сатылмайды дейді. Өзі бір компанияда сол коммерческий директор, болмаса руководитель отдела продаж, олар жаңағыдай премиальный таунхаустар, болмаса онда бизнес-класс үйлер сатады. Ақтауда қателеспесем. Сөйтті ол оқыған кезде жаңа басында ішінде сенбейді. Типа, ойын өзгертесің да, табысың өсіп кете ма, не деген сияқты айтады. Сөйтіп 2 ай өтті, келіп оқыды. Оққаннан кейін жазады бір сообщение. Қайтады ғой енді Ақтауға. Бүгін мен өмірімде рекорд жасадым дейді. Қандай? 144 миллион теңге продаж жасадым. Бір күнде. Бір өзі. Жоқ, бірнеше үй ғой енді. Ақтауда ондай қымбат тұрмайды ғой. Бір өзі, бір адам, бір күнде 144 миллионға касса жасайды да. Енді ойлаңызшы өзіңіз. Сезон емес кезде рекордыңды жасау деген случайность па? И ол именно сол ойын өзгерткеннен кейін болады да, ол случайность па? Ол давно жасап тастау керек еді ғой негізі. Сезон кезде жасап тастау керек еді, убеждение, сезон кезде рекорд болу керек еді ғой. Сезон емес кезде жасайды. Неге? Ол егер бұрында сезон емес кезде продаж жүрмейді деп ойлайтын болса, иә, ол сезон емес кезде рекорд болатын мүмкіндіктердің бәрін алып тастайды ғой. Өзіне дәлелдеу керек қой ол. Сезон емес кезде продаж жүрмейді деген секілді. Сондықтан енді оқырмандар өздері баға берсін деп ойлаймын. Бір күнде 144 миллион деген касса нормаль ма? Мен ойлаймын, жақсы. Соның ішінде өзінің комиссиясы бар. Ол бірнеше енді десятков миллион, почти по 10 миллион шығатын шығар. Бір күнде табу деген нормаль болса, мен ойлаймын, ол жақсы нәтиже деп. Енді Б-типтегі адамдарға түсек. Или Аны бітіріп аламыз. Мен ойлаймын, Аны адамдар түсінді деп. Аны түсінді. Б-типтегі адам. Итеслайн общий бір generalization дейді. А-типтегі адам, ол менің қазір. Ол не обязательно бұл адам жаман адам или жақсы адам деген сөз емес. Ол менің қазір трансформацияға тіркеліп жатқан, сол адамға осы продукт пайдалы болып жатқан ғана случай. Және клиент Б, С деп өздеріңізді бөліп алсаңыздар болады. Өзіңіздің кәсібіңізде, прям оларға психологиялық портрет дейді ғой. Сондай жазып сызып аласыздар да, өзіңізге келесі жолы сол адам соған сәйкес келіп жатса, сол адамды сол адаммен жұмыс жасау, сол адаммен именно сол кәсібіңді жүргізу приятно, жеңіл. Былайша айтқанда, мысалы машина бар, оның дискісі 18-ді. Сен 18-lik диск кигізесің ғой. Иә? 19 кигізбейсің, 20 кигізесің, 16 кигізесің, 18 дәл сондай. Сіздің кәсібіңіздің несіне шақ келетін клиент осы. Клиент бір шақ келмейді емес, келеді, бірақ оның шақ келуіне сәл уақыт керек. Қандай уақыт, не үшін керек? Ол адам сіздің продуктыңыз туралы қате ойлауы мүмкін. Бірінші бұл кім деген анықтап алсақ. Түсінікті болса, клиент Б деген уже клиент Адан кейінгі тұратын, приоритетте тұратын клиент. Ол сізге әлі дайын емес. Либо бюджеті келмейді, либо қалауы келмейді, либо сізді танымайды, сұрақтар көп. Клиент С деген бар, олда тек сұрақтар бар. Алуған ниет жоқ, да. Интерес бар, бірақ ниет жоқ. Типа, мынау қанша? Айтып жіберші, анау қанша? Мынау сонда анандай ма? Оған задача, оның жұмысы тек біреу ғой, сұрақ қою.
ислам курс қанша тұрады дейді сразу. Курс қанша тұрады, ол там киім сататын болса киім қанша, қаяқтан алып келдіңдер, размерлер бар ма, сезон ба қазір, жылы ма, ыстық па, суық па, әлі қашанға дейін істейсіңдер, сұрақтың бәрін қойып кетті. Төледі ме саған? Төлеген жоқ. Сен жұмыс істедің ба? Иә. Бизнесің дамыды ма? Жоқ. Клиент С осыны. Д-ны айтпай ақ қойын, ол тек келеді саған жаман нәрсесін жақып кетеді. Клиент X деген бар, вот сонымен жұмыс жасау керек. Ол кім? Айтады, ерекше не бар дейді, короче. Мынау бар дейсің, бәрін сатып алсам бола ма дейді. Иә дейсің, бәрін сатып алады. Вот ол клиент X. Ол үшін бөлек условия жасауға можно компания үшін. Жаңағыдай ол, сен ресторансың, обычный адам келіп, сен там обед ішеді, сен кетіп қалатын. Анау келеді да, ресторан жабады, короче. Сол клиент X. Ол анау VIP болатындар ма примерно? Жеке оқиды, шетелге шығады, жаңағы бөлек командасына тренинг алады, иә, там полный бәрін. Вот солар, ол бөлек олар, кайф. Клиент бұға тоқталса. Оның еще сұрағы жоқ, вообще сұрағы жоқ. Прикольно дейді, болды. Еще айтқан істейді ғой олар. Один в один. Иә. Один в один. Бас қоспайды. Осындай клиенттер көбіңізге бұйырсын, рахат па негізі. Солар, знаешь, негізі рахат әлемінде ақша көп қой. Проблема, негатив әлемінде ақша жүрмейді. Мысалы, бір адамға сіз, ойбай, қиналып жатыр едім, мынаны сатып алшы дейсіз, охотно сатып аласың ба соны? Ниетпен, ықыласпен сатып аласың ба? Жоқ. Ал егер адам қуанышты, бақытты, күлімдеп отыр, денсаулығы дұрыс, сол адам болатын болса, скорее всего, сен охотно сатып аласың да. Мен ойлаймын, өзің қандай состояниеде, қандай болып жүрсің, тура сол секілді айналаңда сондай адамдар сен қоршайды. Иә. Соответственно, клиенттер де тура солай келеді. И вообще араласатын ортаң тура сондай болады. Сіз алдын айтқан едіңіз ғой, уже маған келетін аудитория уже өзгеріп жатыр деп ше. Иә. Қалай әсер етті, бұрын қалай еді, қазір қалай еді, не әсер етті? Негізгі ой, өзіңде ғана ой өзгереді. Қандай ой? Мына ойды тоқтату керек қой негізі. Менің клиентім бейшара деген. О, байқұста қазір проблема көп. Ой, өмір қиын деген сияқты ше. Ой, сен байқұс проблема. Төлей алмайды олар деп, иә? Сөйтіп ойламау керек мүлде. Ол адам ерекше, былайша айтқанда дара. Оның ойы бар, сезімдері бар, өмірлік тәжірибесі бар, қабілеті бар, иә? Ниеті бар, мақсаты бар, арманы бар. Былайша айтқанда красавчик ол. Самооценкасында вообще проблема жоқ. Ол адамды, ой, ана ғой, мынау деп ойласаң, сол кезде сондай адамдар келеді саған. Егер сен өзің клиентіңе достойный уважение көрсетсең, достойный өзін уважать ететін клиенттер келеді саған. Түсіндіре алдым ғой, иә? Вот. Енді клиент Б-ға келсек. Клиент Б-ның мен былай ашқым келіп отыр. Оның ситуациясымен, ол қалай ойланады, оның басындағы убеждениелер қандай, оның қай жері дұрыс, қай жері бұрыс деген секілді. Өзіміздің оценка. Өзіміздің ойымыз. Ол адам енді 1,5 миллионға дейін ақша табады. Таза. Жалдамалы ма, кәсіпкер ме примерно? Ауысады, әр кезде әртүрлі. Кәсіпкер болуы мүмкін. Не да кәсіпкер ғой енді. Кәсібін жүргізе алмай жатыр. Иногда плюс, иногда минус сондай болып жүреді. Бірақ енді 500 мың кеп таппайды ол. 500 мың кеп таппайды, бірақ ол өзінің әулетінде әжептәуір вес бар адам. Жас болсын, кәрі болсын, разница жоқ. Авторитет, иә. Өткенде айтқаныңыз ғой, ол легенда деп ше. Былайша айтқанда ол қонаққа келетін болса, бәрі біледі, что ол заранее қонаққа келетін. Что сол болады сол қонақтардың списогында ше. Сондай легенда адам. Өйткені оның относительно таныс туыстары ондай ақша таппайды. Иә? И ол жаңағы апалардың, өсектерінің эпицентрі. Анда-санда. Вторник күні әңгіме айтқан кезде сол әңгіменің арасына кіреді. Ана сен кавычка қойып қойып отыр, ақша таппайды деп айттыңыз ғой. Ақшасы бар емес таппайды, дұрыс па? Нені ақша таппайды? Табады ақша. Ақша табады, бірақ ақшасы бар деген мағына емес, ақша табады деген. Иә, қалтасына ақша жүреді деген сөз емес. Иә, мен соны кавычкаға алып отыр. Оборотын көрсетеді, ол образға кіреді. Андасында бір әдемі футболка киіп алады, лакосты деген. Айтып қойды, лакосты барған кезде былай болып қалып еді деп. Ну, в общем, өз сипаты. Дубайға барып келеді немесе Дубайға барады, бірақ горячий турмен барады. Андай флайерстамен барады, немесе жаңағыдай Fly Dubai-мен береді. Ол Катармен бармайды ол. Айрестанмен бармайды ол. Баруы мүмкін, только ол случайность болып қалуы мүмкін. Бірақ өзінде лоукостермен ұшады көбінде. Бірақ как будто VIP шейх сияқты демалып жатқандай фотолар салады, жаңағыдай көрсетеді, сондай көрсетуге тырысады. Бірақ на самом деле қарайтын болсақ, средний айына табысы 1 миллионның плюс-минус болып қалады. Бірақ кезінде ол, мысалы, қазір ноябрь, декабрь айы болса, там желтоқсан айы, ол июльда бір Каспий жұма кезде 5 миллион оборот жасап тастаған. Сол кезде 1,7 или 1,8, может 2,2 миллион теңге стады ол. Рекордный табыс. Әлі 2,2 миллион стадым деп стақ келе жатырмын деп ойлайды ғой. Иә. Бірақ цифры не бьются, жаңағыдай айтады миллион, случайно болып қалды миллион. И қанша табасың деп сұраса,
қазір азайып қалды деп айтады. Иә, 700 мың қазір тауып жатса да 2 миллион тапқан сияқты сезіммен жүреді. Иә, сезіммен. Ол жыл сайын, ай сайын 1,5 миллион ұбт қиып жатқанын білмейді да ол. Ол адам типичный, мен былай айтамын, профессионально қарыз өндіретін адам. Қарыз өндіретін. Любой жерге барады, қарыз болып кетеді. Қол бір жерге тиеді да, сол жерге қарыз болып кетеді. Бір адаммен танысады, досым келді, ол досына бір 20 мың теңге или 10 мың теңге қарыз болып жүр әлі. Мына адаммен таныстырады, ол адамға да қарыз болып кетеді 2 аптада, 3 аптадан кейін. Не обязательно ол қарызға ақша сұрайды. Ол мүмкін одан машина сұрайды, ол мүмкін одан бір нәрсе сұрайды. В общем, былайша айтқанда, ана адамнан мынаған бір нәрсе өтеді, и ана адамның түрінде мынандай недовольный лицо пайда болады. Соның кесірінен. Қарыз туралы айтып қалдыңыз ғой. Алдын мастер-классыңызда бір болдым ғой өзім. Мына темаңыз ұнатты маған. Бір адамдар болады, ақша табады, какой-то мен капитал 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион мүмкін, бірақ анау тұрған кезде уже шататься етіп бастап, ананы құтылып тастағанша бүйтіп не қылады, паника болады. Қарызға түскен кезде деп кайфовать етеді. Сол туралы ашып берсеңіз. Енді қалай десе болады, қарыз нормальный положение деп ойлайды, қарыз болмау ненормальный деп ойлайды. И ол өзі білмейді олай ойлайтынын. Ол ойлайды, қарыз дұрыс емес қой, енді қарыз уақытында қайтару керек қой, бір нәрсе үшін деп ақылды сөздер айтады. Бірақ ісі факт дейді ғой, жаңағы ситуация, болып жатқан ситуация кәміл көрсетеді саған не болып жатқандығын. Ол қарызда жүреді. И кімге қолын тимес? Мамасы оған машина алып береді, папасы екеуі, который оны ол жабыстырады, и жабыстырған адамға қарыз болып кетеді еще. Енді машина соқты, ол кінәлі, и ана адамның машинасы до конца жөндеп берген жоқ, мамасына, апасына ақшасын қайтарып берген жоқ. Очень важно. Кредитке айфон алады, кредитке айфон алғаннан кейін уақытында төлемейді, просрочкаға кетеді. Бірақ бизнес жүріп жатыр мына жақта. Клиенттердің 20% оның услугасына немесе товарына недоволен. Клиентін де лақтырады. Қарыз клиентіне де. Сөйтті, даже ол мынандай болуы мүмкін, мысалы ол видеограф, видео түсіреді, полный оплатаны алып алады да, ол бірақ видеоны до конца өткізбейді. Или бытшытқа өткізеді. Или бір мебельщик. Мебельдің ақшасын алып алады. Сөйтті, мебель шығарған кезде осылай 1 миллион 300 деп келседі, мебельді әкелетін күні тағы 200 мың оплата жаса дейді. Сондай болып кетті, ана бүйтіп кетті, бағасы көтеріліп кетті, сөйтті, бүйтті, мен дұрыс санамай қаппын, анау дейді. В общем, ана клиентпен де обратно клиенттен мынандай түр пайда болады. Сотруднигі оған айтады, сен нормально жұмыс істесең, мен саған 500 мың бонус төлеймін дейді. Нормально деген непонятно. Сотрудник келеді, айдың біткен кезде 500 мың қайда дейді, айдың дұрыс емес жұмыс істедің десе, ал мен 200 мың бонус дейді, пока 120 мың дейді. Ана сотрудникте де мынандай түр пайда болады. Сонымен не керек? Барлық қоршаған ортасының барлығына түрін мынандай қылып береді десеңізші. Профессионально, именно ақша бойынша. Профессионально. Кәсіби дейді оны бір. Шедевральный өнері сондай да ол. Бірақ таныстардың алдында легенда ол. Легенда. Бірақ ішінде сезімі андай деп ойлаймын мен. Біледі ақшасы жоғын. Бірақ түбінде біледі ғой. Түбінде біліп тұрады, маскасымен жаңағыдай жұтыра дей береді, бірақ іштегі сезім білініп тұрады. По-любому. И жаңағы айттыңыз ғой. Психологиялық негізі непроработанный адаммен кездессе, ол оны спокойно алдап кетеді, типа өзінің красавчик екенін дәлдеп кетеді. Сәл психологиялық түбірі бар, адам танитын, былай адаммен сөйлессе, ол ана алдында 15 минут тұрамайды, уже қашып кетеді. Өйткені ана адам оның настоящий түрін көріп қояды да, и ол көргенін қаламайды. Көрмейтін адамдардың арасында маска киіп алып, легенда болып жүре береді. Жаңа қарыз деп айттыңыз ғой, и нақты бір танысым болды, айтады жаңағыдай. Бұрыннан бері, енді жасы 30-35 шамасында, бұрыннан бері сол 200 мың, 300 мың, 500 мың, 1 миллионға дейін жаңағыдай жұмыс жасап жүрген айлық. И всегда қарызда жүреді. И бір күні бір айда случайно деймін ба, білмеймін енді, ризық несібесі молайып кетті ме, білмеймін ғой, енді айына 10 ба, 15 миллион ба тауып кетеді. Мен онымен сөйлесіп отырмын. 15 миллион тауып кетті. И анау ақша счетымда тұрған кезде бір андай қош, еш нәрсеге желанием жоқ, өзім біртүрлі сезінемін. И тұрам да Европадан бір нәрсе сатып аламын. Сіз ба? Жоқ, мен емес. Жаңағы сатып аламын. Короче, ана 10 миллион бәрін жойып, Каспийінде 50 мың теңге қалған кезде, уф деп кайфовать етеді ғой. Жақсы болды ғой деймін. И ана нәрсені мен кейін барып түсініп, мынау что-то не то дейді. Кейін барып түсінген, то есть ақшадан құтылу деген программа, и жаңағыдай ақша көйіп кетсе, жаңағыдай қарыз сезім ғой, в общем. Бір күшті, керемет. Даже мынандай мысал бар, менің жақын адамым, танысым. Өзінің өмірінде ақшаны үлкен жауапкершілікпен елестетеді да. Ол ақшаның артында дұрыс болмаса, сен либо отырып кетуі мүмкінсің, негізі подсознаниесі ойы сондай да, либо сен адамдармен конфликтқа кіресің. Былайша айтқанда, абыройыңнан айырыласың, адамның зары боласың дейді да.
сөйтіп ақша түседі. Ақшаны ана бүйтейінші, мысалға сіз например үй аласыз да, короче, үй аласыз, үйге ақша жинаватсыз да. Ақша жинаватқан кезде мысалға өзіңізден, әйеліңізден және туған бауыр туысқандардың какой-то бір көмек, былайша айтқанда бір касса фонд жинайсыз ғой, короче, квартираға деген, квартира сатып алуға деген. Сол кезде ол не істейді, ақшаны өзіне ұстамайды, ол бар мамасы апарып қоя береді ғой. Или бір жерге біреуге беріп қоя береді, бір бай туысқанына беріп қояды, сен де жата берсінші деп ше. Осы негізі сол программаның көрінісі тағы бір. Қолында ақша жүрмейтін. Наоборот, нормальный адам істейді. Ақша деп жинау керек қой. Иә, өзі инвестировать ету керек, сатып алу керек, қайтадан алу керек деген секілді солай болу керек. Ол не істейді, ақша келеді да, от меня құртыңдарынан, типа, кетіңдер деген сияқты. Ондай адамдар да бар. Бірақ әр проблемасы жаңағы қаржы, профессиональный қаржы өндіретін адаммен ақша жүретін адамның проблемасы екі түрлі болуы мүмкін, жаңағы түбірі ше, проблемасының түбірі екі түрлі болуы мүмкін. Разница жоқ. Бірақ ортақ қасиеті бар жаңағы. Ақша таппайды емес, табады ол. 1 миллион деген или 1,5 миллион деген жаман ақша емес, нормальный ақша. Бірақ үлкен ақша таппайды, потому что басында ақша табу деген фокус жоқ. Ақшаның қалай табылатынын білмейді. Типа ол айтты, сатасың, продаж жасасың ғой, бұл ақша түсті ғой дейді да. Ақша ол емес, ақша продаж жасау емес. Сен продаж жасап, адамды профессионал лақтырып кетсең, кейін оны там штрафымен, пенясымен төлейтін болсаң, сен наоборот убытқа кіріп кетесің. Значит, продажамен ақша табу бітпейді. Сен ары қарай да выстраивать должен процессы. Ол процесстер орындалмаған болса, сен профессиональный қарызға кіресің. Ол түсінбейді. Мен вроде продаж жасаймын, сатам, еңбек етемін, команда аламын, офис аламын. Неғып қарызбен біте береді менің дейтін ше. Өйткені ақша табу, кәсіп жүргізу деген идеялардың барлығы, скорее всего, кәсібі жоқ. Және ақша таппаған адамдардың идеяларының жиналып қалған. Түсіндірілді ме? Иә. Ислам мырзамен выпуск алдыңғы жолы қатты атты. Сол кезде адамдар мен инстаграмымда ссылкасын қойсам да, инстаграм қандай, қалай шығуға болады, қалай жекеге шығуға болады деп сұрақ қойды. Тағы да айтам, ссылка астында комментарийда, жаңағы описаниеда полный тұрады. ютубтың ссылкасы, Ислам мырзаның инстаграм ссылкасы және телеграм ссылкасы. Және мына жерден видеодан қазір шықсын. Ислам мырзаның инстаграм сол жаққа өтіп, тіркеліп алыңыздар. Біз онда көбінде тегін ақпаратпен бөлісіп отырамыз. Көбінде адамдар жазып жатады. Сіздің стористеріңізді көріп, мен бизнес ашып, мінекей уже там 5 миллион оборот жасап қойдым деп адамдар бөлісіп жатады. Сондықтан енді кім кәсіпке қызығып жүрген болса, өзінің табысының кедергілерін іздеп жатқан болса, мен ойлаймын, телеграмда да, ютубта да, инстаграмда да өзіне бір пайдалы нәрсе таба алады деп. Сіз өткенде шешіп отырғаныңызды айтып қалдыңыз ғой. Сіздің жаңағыдай продвижение бойынша мен бір-екі идея айттым. Сіз сол кезде ақша табу хотелкасы туралы айттыңыз ғой. Ол туралы ойласақ, мысалы. Ол қазір бір сағат кетіп қалмай ма? Ол болма? Страшно кетіп қалады ол. Страшно кетіп қала ма? Или келесі тақырыпқа қойып қоямыз? Келесі тақырып қойсақ болады. Примерно былай ғой, түсіндіріп өтейін аудиторияға. Мысалы, сіз білесіз не істеу керек екенін, немесе біреу сізге күшті қылып ақыл айтады. Сен миллион, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион табу үшін мынаны істеу керек. Сен білесің, ананы по-любому жасамайсың. Біз осы туралы жалпы енді Ислам мырзаның жаңағыдай ақша көбірек табуына әсер еткен негізгі причиналардың бірі. Негізгі себептердің бірі деп айтайық. Істететін нәрсені. Неге істемеймін деген нәрсеге жауап қой. Сенің көбірек ақша табуыңа әсер ететін от па? От деген қалай болады екен? Топливо. Ау? Топливо, жанармай. Основной жанармай. Бензинді бүйтіп толтырып беретін, ары қарай газды басатын нәрсе, ол не деген нәрсені? В общем, көп ақша табуыңа не әсер етеді? Көп дегенде енді көбірек деп айтайық. Бұл тоже мышление. Жаңағыдай ғой, тек сенің ішіңдегі ғана процесс. Иә, ішіндегі. Басқа біреудің несі емес. Сезон, рассрочканың кезі, там Қазақстан, Америка, макроэкономический қазір кризистің кезі, там ковид не ковид, оған қатысы жоқ. Бұл тек ішіңде болатын химиялық процесс. Сол арқылы адамдар прорыв, рекорд, ақша, табыс, шетел, машина, покупка, инвестициямен жасай алады. Солай жасайды. Менің әлемімде мен солай жасаймын, менің оқушыларым да солай жасайды. Ол онда осыны келесі тақырыпқа қалдырайық. Иә. Ары қарай келесі видео шыққан кезде осының жалғасын көретін боласыздар.